2017 жылдың көктемінде Ирина Қайратовна шоуының бірінші шығарылымы жарыққа шықты. Бүгінгі күнге дейін YouTube жоба 174 мың подписчик жинаған және шамамен 11 миллион адам қараған. Сонымен қатар бұл жігіттер қазақстандық рэп әртістермен бірлесіп трек жазып, олар үшін музыкалық бейнебаяндар жасайды. Ирина Қайратовнаның режиссері Қуаныш Бейсеков бастаған жігіттер дәлірек айтқанда Илья Гумин, Алдияр Шапарханов, Азамат Маркленов, Жасұлан Оңғаров болған ең КВН сахнасында өнер көрсеткен. Бүгінгі шығарылым Ирина Қайратовна жайлы. Бұл X алаңы. Біз бастаймыз. Ирина Қайратовна алғашында вайн түсірмекші болған. Жігіттердің айтуынша олардың роликтері 1 минуттан асып кетеді. Ал егер қысқартып 1 минутқа түсірілсе, ақылға сыймайтын бір нәрсе шығады екен. Сондықтан олар басқа формат таңдаған. 1 минуттық емес, 15 минуттық роликтерді жөн көрдік. 1 минут біз үшін аз, дейді Илья Гумин өз сұхбатында. Жігіттердің барлығы КВН сахнасында өнер көрсеткен. Олар жиналып, әзілдер жазып, өзгертіп отырған. Тегін сценарий жазып, вайнерларға көмектескен. Ақырында олар өз шоуларын ойлап шығарады. Олар Ирина Қайратовнаға дейін көп нәрсе түсірген. Бірақ профессионалды түрде емес. Дыбыс пен қиындықтар болған. Сурет дұрыс шықпаған. Кейін видеомонтаждайтын адамдармен танысып, олармен жұмыс істеген. Бұл жігіттердің басын қосқан Қуаныш Бейсеков. Дәл осы Қуаныш жігіттері YouTube-қа шығуды ұсынған. Ирина Қайратовнаның ең алғашқы видеосын 776 мың адам қараған. Лайк пен дизлайкқа, комментарийлерге қарап, көрермендердің реакциясы жаман емес екенін байқауға болады. Бұл шоу YouTube қолданушыларына шынында ұнаған. YouTube-тан бұрын олар скетчтарды автобустағы телекөрермендер үшін түсірмекші болған. Жасұлан тіпті қоңырау шалған, Астана ЛРТ-ға барған. Бірақ айтуынша бұл үстінен ештеңе шықпапты. Бірақ ой жаман емес болған, егер ЛРТ-мен келіскенде бұл шоу тек қана астаналықтар көретін еді. Үшінші шығарылым туралы. Естеріңізде болса, үшінші шығарылым YouTube желісіне жойылып қайта салынған еді. Біреу білсе, біреу білмес, бірақ бұл жігіттердің каналына Газгольдер шағым түсірген. Себебі дәл осы шығарылымда скриптониттің музыкалары қолданылған. Ал басқа шығарылымдарда жігіттер скриптониттің өлеңінің сөздерін оқитын скетчпен ешқандай қиындық тумапты. Ирина Қайратовна арнасының көрермендер жасы 18-ден 34-ке дейін барады екен. Көрермендер қатарында ер адамдар 60%, ал әйелдер қауымы 40% алады. Бұл арнаны ер адамдар жиі көреді екен. Бұрын олар 80% болған, ал қазір нәзік жандылар көптеп жазылып жатыр. Бұл жоба 0-ден басталған. Бұл көңілді жігіттер бұрында қазірде достар тегін түсіріп көмектеседі екен. Түсіретін орындарды сол жердегі администраторлармен келісеміз. Басында қиын болған, бірақ қазір жақсы қонақ үйлер өздері бізге ұсыныс жасайды, дейді Жасұлан сұхбаттарының бірінде. Бүгінгі күнге дейін Ирина Қайратовна жобасы 5 миллион теңгеге жуық табыс алып келген. Бірақ олар тапқан табыстарын қайта жобаға салады екен. Реквизит, камера және тағы да басқа заттар сатып алады. Ал күнделікті өміріне әркім ақшаны өзі табады екен. Жобалар көп, бірақ бастысы дәл осы шоу. Байқаған болсаңыздар, шығарылымдарда көбінесе вайнерлар туралы әзілдер көп. Қызығы ешқайсысы оларды жақсы жағынан көрсетпеген. Соларға қарап бұл жігіттердің вайнерларға деген ашуы бар секілді көрінеді. Бірақ олардың вайнерлармен қарым-қатынасы жақсы. Бұл жай ғана әзіл және жобаның бір бөлігі. Адамдар көбінесе осындай келіспеушіліктер жақсы көреді. Жігіттер өз киім-кешек дүкен ашқысы келеді. Сұхбаттардың бірінде жігіттер ешқашанда донер-каг немесе кафе ашып, оған өз брендімізді бермейміз. Әр кетсе мықты стильді киімдер сатамыз, болды деген. Әрине, егер бір адамның 600 мың подписчигі болса, донер-каг ашқан жақсы ақша. Бірақ біздің ойымызда басқалар сияқты бір күні бәрін тастап, донерден түскен ақшаға күн көру емес. Солай істесе де болады, бірақ біздің жолымыз басқа. Бізге уақытша хайп қажет емес, сол үшін шығарылымдарды да әр апта сайын желіге салып отырмаймыз. Біз шығармашылықпен айналысқымыз келеді, кино түсіру секілді. Бұл біздің мақсатымыз және біз сол үшін бар ақшамызды салып жатырмыз. Ал вайндар бұл таза жарнама алаңы, деген болатын жігіттер өзінің сұхбаттарының бірінде. Бастапқыда Ирина Қайратовна кино әлеміне жол тарту үшін жай ғана үйрену алаңы болған. Сол ішінде Қуаныш Бейсеков бастаған жігіттер әртүрлі жанрдағы скетчтер түсіруге тырысады. Ирина Қайратовнаның бір жарнамасы 600 мың теңге тұрады. Бұл баға қаралым санына байланысты қойылған. Бұл туралы Жасұлан
егер біздің шоуды 10 мың адам қараса, онда жарнама бағасы сол шамада болатын еді. Ал бізді шамамен 500 миллион адам қарайды. Біз Робин Гуд сияқтымыз, 1xbet сияқты жамандардың ақшасын аламыз да оны жақсыларға береміз дейді. Аудиториядан бөлек олардың уақыты мен еңбегі бар. Олар өздері маркетологтарға жарнаманың бірнеше үлгісін көрсетіп, оны сапалы түсіреді. Бір шығарылымға бір қымбат жарнама алып түсірсек жақсы болар еді дейді жігіттер. Бүгінге осы достар, ал саған Ирина Қайратовнаның шоуы ұнайды ма? Әсіресе Алдиярдың әзілдері. Жауабыңды комментарийге қалдыр, лайк басыңдар, достарыңа таратыңдар. Ал бүгінге осы, келесі шығарылымда кездескенше достар.